Қандай әдемі жарасымды жұп. Мына жігіт өзінің сүйікті қызына қымбат әшекей сатып алмақшы. Аталмыш көріністе артық сорақы ештеңе жоқ сияқты. Бірақ сіздер көріп тұрған көріністе жігіт жоқ. Екеуі де қыздар. Біреуі жай ғана еркекше киініп алған ару. Бұл Ауған мен Пакистан елдерінде белең алған ежелгі бача-пош дәстүрі. Менің атым Сәнім. Бұл ақпараттық танымдық білесіз бе YouTube арнасы. Қош келдіңіздер. Осыдан алдын осы елдердегі ұлдарды қызға айналдыратын жеркенішті бача-бази дәстүрі туралы айтқаным естеріңізде шығар. Көрмеген болсаңыздар, сілтемені төменде қалдырамын. Бірақ Ауғанстан мен Пакистан халқы мені және сіздерді таң қалдыруды доғармайын деп тұр. Бүгінгі бөлімде осы елдің қыздарының қасіретіне айналған бача-пош дәстүрі жайлы айтпақпын. Әзірге арнама жазылып, осы видеоға лайк басып қойыңыздар. Ал біз бастадық. Парсы тілінен аударғанда бача-пош сөзі ұл секілді киінген деген мағына береді. Шамамен 17 ғасырда пайда болған бұл дәстүрдің мәнісі мынандай. Ұлы жоқ отбасылар қыздарының бірін ұл секілді киіндіріп, шашын қысқа етіп, қидырып және еркектің есімін береді. Сосын әлгі бача-пош кәдімгі ұлдың өмірін сүре бастайды. Яғни үйде толығымен еркектің жұмысын істейді. Үйден шығып, кәдімгі жұмысқа да орналасып өмір сүреді. Тәні әйел болса да, өмірі еркектікі. Ауғанстан мен Пакистанда өте патриархалдық қоғам. Әйелдердің құқықтары мүлдем жоқ десе болады. Әйелдерге еркексіз тіпті көшеге шығуға тыйым салынған. Жұмыс істеуге, оқуға, спортпен айналысуға болмайды. Әйелдер тек ұрпақ жалғастыру мен үй тірліктері үшін ғана қажет. Сондықтан ұлдың туылуы олар үшін үлкен қуаныш, Алланың сыйы. Ал отбасыда тек қыздар дүниеге келетін болса, бұл нағыз масқара, қасірет болып есептеледі екен. Әйелі тек қыздар дүниеге әкелген еркекті келеке етіп мада пошт, яғни әйелі тек қыздар туады деп мазақтайды. Ал Ауған мен Пакистан еркектері үшін бұл лақабаттан асқан қорлық жоқ. Тіпті көп жағдайда ұл дүниеге әкелмеген әйелін далаға қыздармен қосып, қаңғытып қуып та жібереді екен. Бача-пош боп, әдетте үйдің үлкен қызы тағайындалады. Сосын ол 15-16 жасқа толғанда, оны қайта қызша киіндіріп, күйеуге беріп жібереді. Сосын екінші қыз бача-пошқа айналады екен. Бірақ көп жағдайда кішкентайынан ұл боп өскен бача-поштар әбден еркін өмірге үйреніп қалғандықтан күйеуге шыққысы келмейді. Зорлап күйеуге бергеннің өзінде, нәтижесінде басым бөлігі өзін-өзі өлтіріп тастайды, немесе қашып кетеді екен. Сонымен қатар, қоғамда бача-поштан жақсы әйел шықпайды деген пікір бар. Себебі кішкентайынан ұл болып өскен қыз үй шаруашылығынан бейхабар. Тамақ істей алмайды. Күйеуінің көзіне тіке қарайды, сөз қайтарады. Сондықтан күйеулері бұрын бача-пош болған жұбайларын соққыға жығады, тіпті өлтіріп те жатады. Кішкентайынан еркектің рөлінде өскен қыздар нәтижесінде өзің іштей еркек сезініп кетеді екен. Қыздарға ғашық бола бастайды. Кейін күйеуге беріп жібермес үшін өзіндік бір айлаға да баратын көрінеді. Бача-поштар ата-анасынан жасырып, беттерін қыра бастайды. Сөйтіп, 15-16 жасқа таяғанда оларға кішігірім сақал мұрт шығып кетеді. Ал сақалы бар қызды ешкім жар етіп алмайтыны анық. Бірақ олар өзіне жұп таппай, өмірін жалғыздықта кешеді. Ал нәтижесінде күйеуге шыққан бача-поштар еркін еркектің өмірінен ажырап, бірде-бір құқығы жоқ әйелдің өмірін сүруге мәжбүр. Бұрын бача-пош болғандықтан, оны қоғамда, туыстары да бәрі мазақ етіп кемсітеді. Одан қалса күйеуінің ұрып соғуы. Бақытсыз бейбақтың өмірі. Бача-поштар туралы ресми статистика жоқ. Бірақ бейресми статистикаларға сүйенсек, Ауғанстанның әрбір үшінші қыз баласы осы сорақы дәстүрдің құрбаны. 21 ғасырда осындай қараңғы қоғамдардың бар болғаны мені қатты қынжылтады. Ұлдарың қыз қылып, ал қыздарың ұл қылатын бұл елдерді мыңдаған, тіпті миллиондаған бейкүнә балалардың көз жасы жібермеген сияқты. Бітпейтін соғыс пен берекесіздік бәлкім осы себептен болар. Құдайдың қарғысына ұшыраған да шығар. Сіздердің пікірлеріңіз қандай?
осы күнге дейін мұндай дәстүр жайлы біліп пе едіңіз? Пікірлеріңізді күтем. Ауырмаңыздар.